Қонақта бізде трактор тиегіштің супырты. Шамамен осындай трактор шығар, түрін көрмедік. Бірақ супырттан поршындар алынбай қатып қалған. Төмпештеп, тартып, қысыммен айдап, әрең дегенде осылай біртіндеп шығарып алдық. Әрине поршындар оңайлықпен шықпайды, себебі поршынның сырты осындай желініп, бұлыңғыр болып кеткен. Бәрін шығарған соң тазалап, майлап, жөндеу жинақтарын ауыстырып, қайтадан салдық. Сөйтіп 7 жылда бірінші рет арнайы техниканың супырттарын қалпына келтірдік. Бізде қонақта Kia K7. Өте көрікті көлік екен. Көлік иесі электронды ескерткіштері бар деп ойлап, колодкаларын тексермей жүре беріпті. Содан ұзақ жолға шыққанда шиқылдап, ауыстырамын дегенше осылай дисктерін жеп тастапты. Колодкаларын ауыстырған жер дисктің желінгенін көрмеген. Содан бері жағымсыз дыбыс мазалап келіпті. Ал біз проточка жасадық, бағыттауыштарды майладық. Бұрынғы колодкалары жаңа болған соң бетін тазалап, қайта орнаттық. Көлік дайын, дыбыс жоғалды. Сізден лайк және коммент күтеміз. Таға автоға қош келдіңіз. Ал бісміллә кеттік. Қонақта бізде аңыз дельфин BMW 528i. Сыры кетсе де сыны кетпейтін бұл арғымақтың тежегіші істен шығыпты. Диагностика барысында анықтағанымыз, басты тежегіш цилиндр бұзылған. Цилиндрдің жаңасын іздеп таппаған соң, істен шыққан манжеттерін ауыстырып, қалыпқа келтірдік. Қызметін 15% атқарып тұрған тежегіш жүйе осындай болады екен. Дисктер тат басқан, ал супырттың бағыттауыштары қатып қалған. Дисктердің бәрін жаңасына ауыстырдық. Көлік иесінен тежегішті неге мұндай күйге түсті деп сұрасақ, жақында ғана аукционнан сатып алған екен. Тежегіш түтігі жыртылыпты. Оны да жаңасына ауыстырдық. Қатып қалған бағыттауыштарын тазалап, майлап, қайтадан орнына салдық. Сонымен көлік жолға дайын болды. Көлігіңізді тағалау керек болса, Таға автоға қош келдіңіз. Лайк басып, коммент жазыңыз. Қонақта бізде Алматы Шымкент тасжолының королі Альфард. Бізге колодкаларын ауыстыруға келген екен, бірақ дисктері желініп, қырлары быттайып шығып кетіпті. Проточка жасамасақ, жаңа колодка орнатқан соң шиқылдайтын болады. Супырттарын тазалап, бағыттауыштарын майлап, колодкалардың түпнұсқа пластинасын қайтадан жаңасына орнаттып, алдыңғы тежегіштерін зың қылып жаңартып бердік. Осымен Альфард дайын. Сіздерден лайк және коммент. Егер сіздің де көлігіңізді тағалау керек болса, Таға автоға қош келдіңіз. Бізде қонақта Hyundai Getz. Тежегішін басса, шиқылы дене түршіктіреді екен. Шиқыл неше түрлі себептерден болуы мүмкін. Диагностика жасауға кірісіп кеттік. Дисктері желініп, қызып кеткен. Екінші жағында ашып көрсек, дәл осылай болған екен. Супырттары істеп тұр, яғни мәселе колодкадан болып тұр. Колодканың фрикциондық қоспасы тек темірден жасалғандай сияқты. Дисктерді проточкаға қойдық, солай қалпына келтіріп қайта орнаттық. Оңтүстік кореялық сапалы колодкаларды таңдадық. Негізі баршаңыз арзан колодкаларға жүгіресіздер. Ал оның фрикциондық қоспасында темірдің мөлшері өте көп болады. Себебі ең арзан металл ол қара темір. Сонымен темірге темір үйкеліп, диск желініп, екі есе шығынға ұшырайсыз. Қанша жерден үнемшіл болсаңыз да колодкаға үнемдеудің қажеті жоқ. Көлік дайын болды, Таға автоға қош келдіңіз. Қонақта бізде Mercedes Ешка 350. Дисктері қырланып кетіпті, жылтыратып жонып қойдық. 4 поршынды супырттары жарамай қалыпты. Оны да алып, жуып, тазалап, майлап, жаңа жөндеу жинақтарын орнаттық. Көлікте тежегішің дұрыс деп тұрса, өзіңе сенімдісің, әрі айналаңа да қауіпсізсің. Сондықтан тежегішті уақытылы көрсетіп тұрыңыздар. Таға авто сервисі. Старого ПТЦ. Это Toyota Carina. Это телефон у вас сгорит, да? Экспонзика.
Андрюша.